Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 3 сынып 21 сабақ. Тақырыбы Том мен Бекки. Мәтіндегі оқиғаны әрі қарай жалғастырып, немен аяқталатын болжай аласың. Бірінші, берілген мәліметтен 3 сөйлем құрап жазды. Американдық жазушы Марк Твеннің қызықты оқиғалары толы Том Сойердің басынан кешкендер атты кітабы бар. Марк Твен дегеніміз американдық жазушы Том Сойердің басынан кешкен деген кітабын жазған, және де оның киносы да бар балалар. Көріп алуға болады, өте қызықты. Том мен Бекки туралы мәтінді өздерің оқып аласыңдар. Ал мынау әңгіменің әрманғартай жалғасуы. Оқып алыңдар, мінекей қызықты Том Сойердің жаңағы басынан кешкен оқиғалары киносынан үзінді көрсетілген. Мәтіннен менің орнымда болып көрсін деген мағынада айтылған тіркес табу, ол менің терімді өзі жамылып көрсін деген. Ал Беккиге қандай кеңес берер едің? Беккиге беретін кеңесіміз еш уақытта рұқсатсыз біреудің затын алуға болмайды. Балалар, сендер де осы кеңесті естеріңіз сақтап алыңдар. Не сұрасаң да, не алсаң да сұрап алу керек. Үйде болсын, мектепте болсын, класста болсын. Сен Томның қыз балалар туралы пікірмен келісесің бе? Томның қыз балалар туралы пікірмен келісемін, себебі қыздар сабырсыз және не нәрсені де ойланбай айта салады. Мынау жаңа өзіміз айтып өткені Том Сойердің басынан кешкен оқиғалар деген фильмнен көрініс. Балалар, осымен біз сабағымызды аяқтаймыз. Мәтінді түсініп оқып алыңдар.